Şimdi Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проходили такие конкурсы, на первом этапе проходили священное учреждение города, где отбирались эти конкурсанты. И вот лучше попали сюда. Здесь сестры, здесь есть фельдшера, здесь есть акушерки. Как вы видите, сейчас мы находимся в медицинском центре медицинского колледжа, где наши конкурсанты проходят эти практические этапы, показывают свои навыки в оказании различных медицинской помощи в различных ситуациях. Ayhan. ayağınızda sınıf bayqaladı ya. En basiti qo'zg'almangiz. Aynamaz, şimdi kimimizi çıkanı. Мужчина в синей футболке вызовите скорую. Человек без сознания и пульса.
прописка бүгін деп жатыр ғой сол. Бүгін шығасың деп. Прописка бүгін үйіңізге барамыз, сіздің туысқаныңызға жаңағы адамға келіншегіңізге түсіндіріп жібереміз, уайымдамаңыз, системамызға. Бұл енді ғана жүріп жатыр ғой аяғынан. Мен өзім оны тасып әрбір сүйемейді демеп, әрең дегенде дәретханаға алып барамын. Үйде басқа менен басқа көмектесетін адам жоқ. Балдар деген кішкентай. Соған қалай мен уход жасаймын, я күтім жасаймын. Сол туралы айтып бересіз бе? Не болған аяғыма, не болды екен? Дәрігерге жоқ қой, иә? Дәрігерге жоқ па? Стой, сақындыр. Аяғым. Алып кетті ғой. Тоқтаңыз, кішкене шыдай тұрыңыз, ана перевязка жасамасақ қазір анаңызға инфекция түседі. Мен сізді обезболить етіп қойғанмын, сондықтан кішкене шыдай тұрыңыз, жарай ма? Ранее, когда мы открывали упаковку, мы все проверяли, нашу генетичность и сложности. Вынимаем колпачок. Этот препарат вообще помогает? Не знаю. Aman kішкене тынышталыңыз, қазір мен сізге көмектесейін, кішкене жатыңыз. Onlar көмектесіңдер тез. Өлетін болдым ғой. Аяғым. Не болып кетті? Аяғым.